Мектептеріне оқушылар, 1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Жаңа оқу жылын білімділікпен, алғырлықпен өзімізді биік шыңнан көрсете білейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Конституция ата заң. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының ата заңы. Ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Конституция латын тілінен аударғанда құрылыс деген ұғымды білдіреді. Қазақша мағынасы ел, мемлекет болудың тетігі деген сөз. Еліміз ата заңмен ардақты, туымен салмақты, ел таңбасымен еңселі, ән ұранымен айбатты. Мемлекеттік рәміздерді қастерлеу әрбір азаматтың конституциялық міндеті. Қазақстан Республикасының Конституциясының ең жоғары заңдық күші бар. Заңға бағыну тәртіп, ал тәртіп бар жерде тәрбие, тиянақтылық сияқты адамға тән қасиеттер бар. Сол қасиеттер қоғам дамуына негіз болады. Өз отанын танып сүю, оның заңдарына бағынуы, бұл әр адамның азаматтық жауапкершілігін сезіну, өз елінің алдындағы азаматтық борышын орындауы. Ата заң бізге адамдық қадір қасиетімізге қол сұғылмауына, тіліміз бен дініміздің дамуына, ар-ождан бостандығын құқығын қорғауға, адал еңбегіміз бен тапқан мүлкіміз бен меншігімізді сақтауға кепілдік берді. Біздің конституциямыз бұл біздің таңдауымыз. Оны құрметтеп бағалау бізге міндет. Конституция бойынша өмір сүру ол демократияның ең жоғарғы сатысы. Оны білу, үйрену, тағылым ету бәрімізге парыз.